Амлодипин ең жиі қолданылатын дәрілердің бірі. Бұл дәрі несімен қауіпті? Егер де адам оны ұзақ уақыт бойы ішетін болса, қандай асқынулар болуы мүмкін? Немесе керісінше, қандай бұл дәрінің пайдалы жақтары бар? Осы маңызды сұрақтарға бүгін сіздермен жауап іздейміз. Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Ерден Еменханұлы, дәрігер-терапевтпін. Сабағымызды бастамас бұрын видеоға лайк басып, каналыма тіркеліңіз. Ең бірінші біз бұл амлодипинмен танысайық. Біздің аптекаларда бұл амлодипин әртүрлі саудалық атаулармен сатылады. Соның ішінде барлығымыз білетін караним деген дәрі бар. Бұл каранимнің ішіндегі активный вещество немесе белсенді дәрі зат, ол бізде осы амлодипин. Одан бөлек амлодипин бізде норваск деген саудалық атаулармен жалпы СНГ елдерінде сатылады. Енді бұл екеуінің айырмашылығы, амлодипин негізгі оригинальный препараттың аты осы норваск. Ал караним болатын болса, бұл осы норвасктың аналогы, копиясы немесе дженерик деп айтсақ болады. Енді қандай айырмашылық бар? Негізгі айырмашылық, амлодипин ең алғашқы рет әлемде осы норваск деген атпен шыққан. Яғни бізде Viatris деген фармкомпания бар. Бұл фармкомпания ең алғашқы рет осы амлодипинді зерттеп, ғылыми зерттеуден өткізіп, одан кейін оны рынокқа шығарған кезде, сатылымға, оған норваск деген ат қойған. Кейін келе бізде осы норвасктың копиялары шыға бастады. Сол копиялардың бірі Қазақстан жиі сатылатын түрі осы караним. Енді бұл екі дженерик пен жалпы осы оригиналдың тағы бір айырмашылығы, көбінесе оригинал препараттар әсері жақсы болады, кері әсерлері аз болады, бірақ та бағасы сәл қымбаттау болады. Енді адам осы амлодипинді қабылдағаннан кейін ол біздің ағзамызға қалай әсер етеді? Әсер ету механизмі қандай? Жалпы бізде амлодипин кальций каналдарының блокаторы немесе антагонисті деген үлкен дәрілік топқа жатады. Бұл дәрілік топқа барлығымыз білетін нифедипин деген дәрі де кіреді. Бірақ та бұлардың ішінде, осы топқа жататын дәрілердің ішіндегі ең танымал, ең көп зерттелген, ең қауіпсіз түрі осы амлодипин. Енді амлодипин біздің ағзаға сіңгеннен кейін қалай әсер етеді? Ол амлодипиннің ең маңызды нысанасы, ол біздің ағзадағы артериялар. Жалпы артериялар дегеніміз бұл біздің ағзада кез келген органға қанды жеткізетін, оттегін жеткізетін, қоректік заттар жеткізетін өте маңызды орган деп айтсақ болады. Енді бұл артерияның анатомиясын қарайтын болсаңыздар, бұл бізде үш негізгі қабаттан құралады. Мысалы, қараңыздар, мынау бізде артерия, мынау артерияның арнасы, процвет, яғни қан ағатын жері. Бұл артерияның бізде ең ішкі қабаты болады, бұл бізде интима қабаты деп аталады. Одан кейін бізде ортаңғы қабаты бар, бұл қабатты біз медиа деп атаймыз. Одан кейін ең сыртқы қабаты бар, бұл бізде экстерна немесе адвентиша деп те аталады. Енді бұл ортаңғы қабатқа назар аударсаңыздар, бұл ортаңғы қабат бізде тегіс бұлшықет жасушаларынан немесе бірыңғай салалы бұлшықет жасушаларынан құралған. Суретте көрсетілгендей. Біздің амлодипин осы артериялардағы немесе артериолалардағы ортаңғы қабатта, медиа қабатында орналасқан осы бұлшықет жасушаларына әсер етеді. Енді нақты қалай әсер етеді десеңіздер, егер де біз осы бұлшықет жасушасының біреуін алып, оны үлкейтіп қарайтын болсақ, бұл бұлшықет жасушасының мембранасында осындай бізде L-типті кальций каналдары бар. Бұл L-типті кальций каналдарының негізгі қызметі жасуша сыртындағы кальций иондарын жасушаның ішіне қарай өткізу. Ал бұл бұлшықет жасушаларына кальций не үшін керек? Бұл бұлшықет жасушалары жиырылу үшін. Ал енді қараңыз, егер де мына қан тамырдағы бұлшықет жасушалары жиырылатын болса, онда не болады? Біздің қан тамыры тарылады. Бұны біз вазоконстрикция деп атаймыз. Ал егер бұл бұлшықет жасушалар босаңситын болатын болса, не болады? Бізде қан тамыр кеңейеді. Бұны біз вазодилатация деп атаймыз. Енді бізде жаңағы амлодипин дәрі ретінде не істейді? Амлодипин алады да осы бұлшықет жасушасындағы, тегіс бұлшықет жасушасындағы L-типті кальций каналына келеді да, бұл кальций каналына жалғанады және оны бітеп тастайды, жауып тастайды. Егер бұл канал жабылатын болса, кальций бізде жасушаның сыртынан жасушаның ішіне кіре алмай қалады. Соның нәтижесінде не болады? Бұлшықеттер бізде жиырыламайды, өйткені жасушаның ішіндегі кальцийдің мөлшері бізде азаяды. Бұлшықеттер жиырылмай, керісінше босаңсиды. А бұлшықеттер босаңсыда не болады? Жаңағы қан тамырларда. Әрине олар кеңейеді. Яғни осылай вазодилатация бізде орын алады. Яғни амлодипин бізде осылай не істейді екен? Вазодилатация істейді екен. Енді әрине сізде сұрақ туындайды. Жақсы, бұл біздің ағзамызда вазодилатация жасайды. Бірақ ол біздің ағзамыз үшін қандай пайдалы жақтары бар? Жалпы ол не үшін керек? Оның жауабы ең біріншіден, қараңыздар, біздің
Қазақстанда және де әлемде өте жиі кездесетін бір жүрек ауруы бар, ол бізде жүректің ишемиялық ауруы. Жалпы бізде жүректің артериялары бар. Бұларды біз тәждік артериялар деп атаймыз. Бұл тәждік артериялар жүрекке қанды алып келеді және жүректің мына бұлшық еттерін қоректендіреді. Оған оттегі алып келеді, қоректі заттар алып келеді. Өте маңызды артериялар. Енді жүректің ишемиялық ауруы кезінде бізде осы жүректің тәждік артериялары не істейді? Тарыла бастайды, стеноз болады. Не үшін стеноз болады? Оның ең бірінші себебі ол атеросклерозды бляшка. Атеросклерозды бляшка дегеніміз жалпы мына біздің қан тамырдың ең ішкі қабаты бар ғой, жаңа мен айтқан интима деген. Сол қабатта бізде жаман холестериндар жинала бастайды. ЛПНП деген жаман холестериндар жинала бастайды өте көп мөлшерде. Бұл холестериндар жиналғаннан кейін олар мына қан тамырдың ішкі қабатында қабыну тудырады. Сөйтіп ол жер не істейді? Ісінеді, үлкейеді. Сөйтіп мына қан тамырды бітей бастайды. Стеноз болады. Егер бұл қан тамыры бітеле бастаса, бізде жүрекке келетін қанның мөлшері азаяды. Сондықтан мысалы адам лестницамен көтерілген кезде, жүгірген кезде адамның жүрегі тез соға бастайды ғой. А жүрек тез соқса, оған көбірек оттегі керек, қоректі заттар керек. Бірақ та мына қан тамыр тарылып қалғандықтан ол жеткілікті мөлшерде оттегін, қоректі заттарды жеткізе алмайды. Сондықтан адамның жүрегінде ишемия болады. Яғни оттегіне деген аштық болады. Голодание болады. Сөйтіп пациентте кеудесі ұстап қалады, кеудесі ауыра бастайды. Бұны біз стенокардия деп атаймыз. Одан бөлек бұл жүректің артериясының тарылуына әкелетін тағы бір себеп бұл вазоспазм. Жаңағы қан артерияның ортаңғы қабатында орналасқан бұлшық еттер жиырылып қалады да, спазм болады да оларда. Сөйтіп бұл қан тамыр тарылады, сөйтіп қанның жүрекке келетін мөлшері азаяды, и бұл да осы жүректің ишемиялық ауруын тудыруы әбден мүмкін. Былайша айтқан кезде бұл екі ең жиі кездесетін себептер атеросклероз, жаңағы вазоспазм, жаңағы тәждік артерияны қысып тастайды, тартып тастайды. Енді амлодипин бұл жағдайда қалай көмектеседі? Амлодипин жаңа айтқандай бұл қан тамырларды, соның ішінде жүректің артерияларында, артериолаларында не істейді? Кеңейтеді, вазодилатация жасайды. Егер де бізде тәждік артерия кеңейетін болса, онда жүрекке келетін қанның мөлшері де көбейеді. Сөйтіп адамда жаңағы кеудесінің ұстап қалуы, кеуденің ауырсынуы сияқты симптомдар не істейді? Басылады. Жүректе ишемия да тоже не істейді? Басылады. Яғни амлодипиннің осындай өте керемет әсері бар. Одан бөлек тағы бір өте маңызды, өте қауіпті жүрек ауруы бар. Ол бізде сол жақ қарынша гипертрофиясы. Яғни жүректің бізде қарынша деген бөлігі бар. Мына жерде көрсетілген. Оң жақ қарынша бар, сол жақ қарынша бар. Бұл қарыншалар жалпы біздің бүкіл ағзаға қанды айдайтын жүректің негізгі бөлігі. Енді сол жақ қарыншаның гипертрофиясы дегеніміз бұл бұлшық еттер, сол жақ қарыншадағы жүректің бұлшық еттері бізде қалыңдап кетеді. Өте қалың болып кетеді. Енді сіз айтуыңыз мүмкін, жүректің бұлшық еті қалыңдаса наоборот жақсы емес пе? Жүрек жақсырақ соға бастайды деген сияқты. Өйткені мысалы жалпы адамның бұлшық еті көбейсе, үлкейсе ол жақсы ғой. Денсаулыққа жақсы деген сияқты. Бірақ бұл жерде бір нюанс бар. Егер де бұл бұлшық ет өте көп болып кететін болатын болса, онда қараңыздар. Мысалы қалыпты жағдайда гипертрофия жоқ кезде жүректің сол жақ қарыншасына, допустим, 120 мл қан сияды. Бірақ та жүректің бұлшық еті қалыңдай беретін болса, бұл қарыншаға сиятын қанның мөлшері азая береді. Сондықтан мына гипертрофия кезінде уже жүректің бұл сол жақ қарыншасына мүмкін бір 60 мл ғана қан сиып қалады. Енді егер де қанның мөлшері бұл қарыншада азаятын болса, демек жүректен шығатын қанның мөлшері де азаяды. Бүкіл ағзаға таралатын қанның мөлшері де азаяды. Бұл неге әкеледі? Жүрек жеткіліксіздігіне әкеледі. Сондықтан бұл өте қауіпті жағдай болып есептеледі. Енді сол жақ қарыншаның гипертрофиясына әкелетін ең негізгі себептердің бірі ол артериалдық гипертензия, немесе адамда постоянно созылмалы түрде қан қысымы 140-90-нан жоғары болатын болса, осы жағдайға әкеледі. Өйткені өзіңіз ойлаңыз, мына қан тамырда қысым жоғары болатын болса, жүрек бұл қан қысымға қарсы соғады. Қан қысым жоғары болатын болса, жүрек қаттырақ соғу керек, постоянно қаттырақ соғу керек. Сөйтіп уақыт өте келе мына жүректің бұлшық еттері қалыңдайды, өйткені қысым көп түсіп жатқан. Сөйтіп осындай өзгерістер пайда болады. Енді амлодипин талай ғылыми зерттеулер дәлелдеді, осы сол жақ қарынша гипертрофиясы бар пациенттерде осы гипертрофияны не істейді екен? Азайтады екен. Қалай азайтады деген кезде, ең бірінші бұл амлодипин бізде қан қысымды түсіреді. Оны біз қазір өтеміз, тоқталамыз. Одан бөлек бұл амлодипин тікелей мына жүректің жасушаларына әсер етеді. Және гипертрофияға ұшыраған жүректің бұлшық ет жасушаларына әсер етеді. Қалай әсер етеді десеңіздер, жүрек жасушасының ішінде бізде тоже кальций иондары бар.
кальций иондары кіреді бұның ішіне. Кальций иондары бұл жүрек жасушасына кіргеннен кейін олар жаңағы гипертрофияға әкелетін ферменттерді іске қосады екен. Мысалы кальциневрин, кальций МК2 деген ферменттерді іске қосады. Ал енді амлодипин не істейді? Амлодипин осы кальцийдің кіруін азайту арқылы мына кальциневрин, кальций МК2 деген сияқты ферменттердің белсенділігін төмендетеді, азайтады оларды. Сөйтіп біз гипертрофияның алдын аламыз және де емдей аламыз. Одан бөлек амлодипин мына жүрек жасушаларының арасына фиброзды тіндердің жиналуын не істейді? Азайтады екен. Енді бұл фиброзды тіндер не үшін жиналады? Қараңыздар. Егер де мына бұлшықет қалыңдай беретін болса, мына бұлшықет жасушаларының арасындағы қан тамырлар бізде қысылып қалады. Олар қысылатын болса, жүрекке келетін қанның мөлшері азаяды, сөйтіп жүрек жасушалары өле бастайды. Олар өле бастаса, оның орнын осы фиброзды тіндер. Мысалы, адам қолын кесіп алған кезде, мысалы, тыртық қалып қалады ғой. Дәл сол тыртық жүректе пайда болады. Фиброзды тіндер пайда болады. Бұл жүректің қызметін не істейді? Нашарлатады. Ал амлодипин как раз осы фиброзды тіндердің жиналуын тоже азайтады екен. Және одан бөлек мына жүректің ішіндегі жаңағы ұсақ артериолларды кеңейту арқылы жүрекке келетін қанның мөлшерін де арттырады да, сөйтіп осы жүрек сол жақ қаржы гипертрофиясын алдын алады және де оны кішірейте алады екен. Одан бөлек амлодипиннің тағы бір пайдалы жағы ол артериялық гипертензия. Егер пациент әрдайым қан қысымы 140/90-нан жоғары болатын болса, бұл пациенттер үшін амлодипин өте пайдалы. Неге? Өйткені қараңыздар, қан қысым егер 140/90-нан тұрақты түрде жоғары болатын болса, жүздеген ғылыми зерттеулер бізде дәлелдеп сады, ол инсультқа келеді, инфарктқа келеді, бүйрек жеткіліксіздігіне келеді, көздің зақымдалуына келеді және қан тамырдың қатайып зақымдалуына, атеросклерозды өзгерістің пайда болуына әкелетін негізгі фактор екені уже дәлелденген. Сондықтан да біз қан қысымды түсіру арқылы осындай қауіпті аурулардың алдын аламыз. Енді амлодипин қан қысымды қалай түсіреді десеңіздер, жаңағы мен сіздерге айтқан вазодилатация арқылы. Өйткені физиканың заңы бойынша, егер де бір трубаның ішінде оның радиусы үлкейетін болса, ол жердегі қысым азаяды. Өйткені жаңағы амлодипин как раз бізде қан тамырды не істейді? Кеңейтеді, радиусын үлкейтеді. Солай қан қысымды түсіреді. Бірақ та біз амлодипинді көп жағдайда қан қысымды түсіру үшін жалғыз өзін бермейміз, көбінесе басқа қан қысымды түсіретін препараттармен бірге береміз. Соның ішінде бізде өте танымалдары сартандар тобы және де ингибитор АПФ топтары. Осылармен бірге амлодипинді біз көбінесе қосып береміз. Өйткені бұл екі препарат қосылған кезде пациентте қан қысым жақсы түседі және де өте жақсы нәтижелер болады. Мысалы, мына дәріге қарасаңыздар, мысалы Твинстанның ішінде бізде амлодипин және телмисартан бар. Телмисартан бұл сартандар тобына жатады. Немесе экватор деген қарасаңыздар, мысалы амлодипин мен лизинаприл бар. Лизинаприл көбінесе ингибитор АПФ тобына жатады. Яғни біз комбинация ретінде көбінесе пациенттерге тағайындаймыз. Және одан бөлек амлодипиннің енді өте маңызды екі организмге пайдалы жағы бар. Бұл екі пайдалы жағы өте маңызды. Неге? Өйткені қараңыздар, амлодипин бізде нефропротекция жасайды. Нефропротекция дегеніміз бұл амлодипин бүйректің зақымдалуын не істейді? Алдын алады, бүйректі қорғайды. А бүйрек бізде өте маңызды орган. Жалпы бүйрек егер қызметі бұзылатын болса, жүрек қан тамыр аурулары көбейеді. Оны кардиологтар біледі. Егер адамның бүйрегі қызметі бұзыла бастаса, онда бүйректен бөлек қан тамырларда тоже зақымдала бастайды, жүректе зақымдала бастайды, мидың қан тамырларда зақымдалып, инсульттің қаупі жоғарылайды. Сондықтан да кардиологияда бүйректің қызметі өте маңызды. Ал амлодипин как раз осы бүйректі қорғайтын препарат. Енді бұл бүйректі қалай қорғайды? Әрине, егер пациентте жоғарғы қан қысым болатын болса, ол қан қысымды түсіреді. Қан қысымның жоғары болуы ол бүйректі зақымдайды, жаңа айттым. Одан бөлек бізде амлодипин жаңағы қан тамырларды кеңейтеді дедім ғой. Дәл солай ол бүйректегі мына қан тамырларды, артерияларды кеңейтеді. Кеңейту арқылы бүйрекке келетін қанның мөлшерін арттырады. Одан бөлек бір қызығы, жаңағы жүректегі фиброзды тіндердің пайда болуын азайтады деп айттым ғой амлодипин. Дәл сол сияқты ол бүйректе де фиброзды тіндердің пайда болуын азайтады. Және тағы бір қызығы, бүйрекке амлодипин антиоксиданттық әсер тигізеді екен. Яғни жасушаның ішіндегі
өте қауіпті оттегінің бос радикалдарын не істейді, түзілуін тежейді да бүйректің жалпы зақымдалуын не істейді, алдын алады. Міне осындай өте маңызды амлодипиннің қызметі бар. Енді сіз айтуыңыз мүмкін, бұл енді сен айтып отқан теория ғой, бұл енді практикада дәлелденген бе? Бізде ғылыми зерттеулер бар, өте үлкен, крупный ғылыми зерттеулер жасалған. Accomplish деген ғылыми зерттеу, Olhat деген ғылыми зерттеулер осы амлодипиннің бүйректі қорғайтындығын дәлелдеді. Бұл жерде мыңдаған пациенттер қатысқан бұл ғылыми зерттеулерге, сол нефропротекциялық әсер бар екені осындай ғылыми зерттеулер дәлелденген. Одан бөлек амлодипиннің екінші өте маңызды қасиеті, пайдалы жағы, ол біздің артерияларды қорғайды, біздің қан тамырымызды қорғайды. Қан тамырда жаңа мен сіздерге айтқан атеросклерозды өзгерістер бар ғой, соның алдын алады. Қалай алдын алады? Ең біріншісі, бұл амлодипин мына қан тамырдың ішкі қабатына жиналып қалған жаңағы жаман холестериндер бар деп айттым ғой, ЛПНП деген. Бұл холестериндердің осы қан тамырда қабыну процесін тудыруын алдын алады. Және одан бөлек көбінесе қан тамырда пайда болған бұл атеросклерозды бляшкалар жарылып кетуі мүмкін. Егер ол жарылатын болса, бұл жерге біздің қандағы тромбоциттер, басқа эритроциттер жалғанады да, сөйтіп бізде тромб пайда болады. Вот соның да алдын алады екен амлодипин. Және де бұл атеросклерозды өзгеріс кезінде қан тамырдың ортаңғы қабатында орналасқан жаңа бұлшықет жасушалары бар ғой, олар тоже қалыңдайды, өсе бастайды, көбейе бастайды. Вот соның да алдын алады. Өйткені егер бұл бұлшықет жасушалар үлкейетін болса, мына қан тамырдың арнасы тарыла береді. Амлодипин как раз осының да алдын алады. Яғни достар, бізде амлодипин жай ғана қан қысымды ғана түсірмейді, ол қан қысымды түсіруден бөлек бүйректі қорғайды, қан тамырларды қорғайды, және де жүректі қорғайды. Міне атеросклероздің алдын алатын дәлелдейтін бізде ғылыми зерттеулер бар. Ең бірінші ғылыми зерттеу Камелот деген ғылыми зерттеу. Одан кейін екіншісі, бұл екі зерттеуде амлодипинді қолданған кезде жалпы пациенттерде атеросклероздің қаупі азайғандығын көрсетеді. Одан бөлек мен жаңа сіздерге айттым, біз көбінесе амлодипинді сартандармен, мынандай ингибитор АПФ тобына жататын препараттармен бірге қосып береміз. Неге қосып береміз? Өйткені бұл сартандар да, ингибитор АПФ та, бұл екеуі де бүйректі қорғайтын, жүректі қорғайтын дәрілер. Бұларды біз бүйрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге қолданамыз. Жүрек жеткіліксіздігі бар пациенттерге қолданамыз, өйткені бұларға жақсы пайдалы әсер етеді. Бұған еще амлодипин қосылатын болса, онда бұның әсері одан да жақсы болады. Міне сол үшін көбінесе бұларды комбинация ретінде біз береміз. Енді амлодипинді жалпы қалай ішу керек? Көбінесе бұның дозасы бізде 5 немесе 10 мг болады. Максимальный түрде біз 10 мг ғана қабылдай аламыз бір күнде. Және бұл амлодипин күніне бір-ақ рет қабылдау жеткілікті. Өйткені амлодипиннің бір ерекшелігі, бұның әсері 35 даже 50 сағатқа дейін созылады. Өте ыңғайлы, күніне бір-ақ рет ішу жеткілікті. Бірақ та сіз егер пациент болатын болсаңыз, өз бетіңізше бұл караним, норвасты ішпеңіз, дәрігердің тағайындауымен ғана ішуге болады, есіңізде болсын. Өз бетіңізше бұл дәріні ішпеңіз. Және де бұл амлодипинді қай уақытта ішкен дұрыс? Таңертең ішкен дұрыс па, кешке ішкен дұрыс па? Негізі біздің ұсынысымыз таңертең қабылдау. Өйткені бұл дәріні адам қабылдағаннан кейін ол бірден әсер етпейді. Оның толық 100% әсері 6-12 сағаттан кейін ғана басталады. Яғни адам таңертең ішетін болса, оның әсері шамамен түске қарай басталады. Сондықтан да бұны біз таңертең ішуді ұсынамыз. Ал егер кешке ішетін болса, оның әсері таңертең басталады да, таңертең адам ұйқыдан тұрған кезде ол қан қысымы төмен болып тұруы мүмкін. Сөйтіп ол қан қысымы одан сайын түсіріп жіберуі мүмкін. Сондықтан да біз бұл дәріні таңертең қабылдауды ұсынамыз. Енді байқаған шығарсыздар, караним немесе бұл амлодипин немесе норвас пайдалы жақтары өте көп, ғылыми зерттеулер арқылы дәлелденген. Және бұл жалпы медицинада өте көп зерттелген, қауіпсіздігі дәлелденген препарат. Енді бұл дәрінің қандай кері әсерлері, зиянды жақтары болуы мүмкін? Ұзақ уақыт ішетін болса, қандай қауіпті жағдайлар болуы мүмкін? Бұның жауабы көбінесе амлодипиннің бір серьезный, өте қауіпті кері әсерлері, асқынулары болмайды. Өйткені оны талай ғылыми зерттеулер көрсетеді, бізде практикада да көреміз. Единственный бір ғана бір жиі кездесетін бір кері әсері бар. Жиі кездеседі дегенде ол да бір прям көп көрмейміз, кейбір пациенттерде ғана болады. Ол тобық немесе балтырдың ісінуі.
бұл енді көбінесе 5-15% жағдайда кездесуі мүмкін. Бұл ісіну қай кезде пайда болады? Көбінесе біз өте жоғары дозада 10 мг берген кезде пайда болады, және көбінесе әйел кісілерде болады. Бұл ісіну зиян емес. Бұл ісіну егер бұл препарат қабылдап жүрген кезде пайда болатын болса, жүректе отказ болып жатыр, бүйрек отказ беріп жатыр дегенді білдірмейді. Бұл ісінудің пайда болуы жаңағы қан тамырды кеңейтеді деп айттық амлодипин. Қан тамырды кеңейткен кезде қан тамыр ішіндегі сұйықтық біздің айналадағы тіндерге, жасушаралық кеңістіктерге өте бастайды, сөйтіп ісіну пайда болады. Яғни бұның механизмі осындай. Және де бұл ісінуді қалай азайтуға болады? Азайтудың ең бірінші жолы сартандар мен ингибитор АПФ бірге беру, өйткені бұл препараттар осы ісінудің тоже алдын алады. Екіншісі, барынша мүмкіндігінше оригинальный препараттарды қолдану, өйткені оларда кері әсері азырақ болады. Немесе егерде ісіну мүлдем кетпесе, бұл амлодипинді басқа жаңағы кальций каналының блокатор тобына жататын препараттарға ауыстыруға болады. Соның ішінде леркарнидипин, фелодипин деген сияқты, осы амлодипин сияқты препараттар бар. Соларға ауыстыруға болады, өйткені бұларда ісіну өте сирек кездеседі. Немесе амлодипинді отмена жасау керек, басқа препаратқа ауыстыру керек, мүлдем басқа препаратқа. Сол кезде жаңағы ісіну бірнеше аптаның ішінде толықтай кетіп қалады. Сондықтан да достар, амлодипин менің өзімнің ең сүйікті дәрілерімнің бірі. Және көрдіңіздер, амлодипин біздің организмге кіргеннен кейін өте көп пайдалы әсерлер тигізеді. Сіздің жүрегіңізді қорғайды, қан тамырларыңызды қорғайды, бүйрегіңізді қорғайды, және бұның барлығы бізде ғылыми зерттеулермен, адамдарға жасалған үлкен ғылыми зерттеулермен дәлелденген. Сондықтан да бұл препарат өте сенімді және де өте жиі қолданылатын өте пайдалы препарат болып есептелінеді. Ал оның ең жиі кездесетін асқынулардың бірі, жаңағы мен сіздерге айтқандай, аяқтағы ісіну. Егер де сіз дәрігер ретінде, медик ретінде, медстудент ретінде фармакологияны дәлелді медицина негізінде аурудың патофизиологиясымен байланыстырып, түсініп, жаттамай оқуыңыз келсе, онда менің фармакология курсыма тіркелу ашылды. Бұл курс жайлы толық ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp номерға хабарласыңыз.